Дағдарысқа қарсы бағдарламалардың арқасында соңғы 8 айда жалпы ішкі өнім 0,3%-ға өскен. Бұл туралы президенттің қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында белгілі болды. Нұрсұлтан Назарбаев антикризистік шараларды аяқтайтын кезең жетті деді. Елбасы енді экономикалық өсімге бағытталуымыз керек дегенді баса айтты. Отставка арқаны кеңге салуға себеп емес. Кеше ғана қызметінен шеттетілген министрлер кабинеті бүгін толық құрамда президентке атқарылған жұмыстардың есебін берді. Жиын үйреншікті сарында басталғанымен кейбір шенділердің орын ауыстыруы көзге ұрып тұрды. Үнемі мемлекет басшысының сол жағында отыратын Кәрім Мәсімов бүгін орта тұсқа жайғасқан. Ұлттық қауіпсіздікке жауап беретін экс-премьер бұған риза сияқты. Үкіметте жалпы өзгеріс көп жатқандарын барлығын естіп біліп отырсыздар. Оның өзінің логикасы бар. Қауіпсіздік мәселесі жағын күшейту, нығайту, дәрежесін көтеру мәселесі бар. Содан кейін Кәрім Мәсімовті өзінің келісімі бойынша сол үлкен қажетті жерге қазіргі уақытта өте қажетті болып тұрғанын көріп отырсыздар. Терроризм де бар, басқа жағы да бар. Тәжірибесі бар, республиканың жағдайын біледі деп апарып қойдым. Елбасы үкімет кешікпей қайта жасақталатынын айтты. Ал бүгін ескі кабинеттің жұмысы майшаммен қаралды. Ұлттық экономика министрі Нұрлы жол бағдарламасының жүзеге асу жайын баяндаған. Бөлінген 770 миллиард теңгенің 304 миллиарды игерілді дейді. Әсіресе бағдарламаның логистика, сумен жабдықтау және су бұру жүйесін жаңғырту тетіктерінде динамика байқалады. Баспана мен білім мекемелері құрылысында ауыз толтырып айтарлықтай оң нәтижелер бар. Инфрақұрылым тарту назарда. Министр әсіресе кәсіпкерлік белсенділікті қолдауға көңіл бөлінуде дейді. Мәселен, биыл мемлекет қазынасы мен зейнетақы қорынан осы мақсатқа 575 миллиард теңге бөлінген. Жыл соңына дейін тағы қаражат тартылмақ. Жыл соңына дейін Азия даму банкі мен Еуропа инвестициялық банктері сынды бірқатар халықаралық қаржы ұйымдарынан 156 миллиард теңге көлемінде несие тарту көзделіп отыр. Бұл қаржы шағын орта бизнесті дамытуға жұмсалмақ. Өткен жылы төл валюта еркін айналымға жіберілді. Биыл да солай болмақ. Ұлттық банк төрағасы бұл дұрыс шешім дейді. Жалпы Данияр Ақышевтың баяндамасынан белгілі болғаны, ұлттық қаржы реттеуіштің жоспары көп. Соның бірі халықты жиған тергенін валютада емес, алтын құймаларында сақтауға көшіру. Бұл үшін барлық қажетті шараларды қолға аламыз дейді. Бұл да долларсыздандыру саясатының бір нышаны. Тауар мен қызмет құнын шетел валютасында емес, төл ақшамызда көрсетуді жалғастыруымыз керек. Мәселен, жарнамаларда. Кез келген эквивалентті шетел валютасында көрсетуге тыйым салуға тиіспіз. Доллар саясатынан саналы түрде арыла алмай келе жатқандығымыздың айғағы. Күні кеше Олимпиада жеңімпаздарына берілген сыйлықты шетел валютасында көрсеттік. Теңгемен белгілеуге болар еді. Екінші деңгейлі банктерді теңгемен қамтамасыз ету үшін ұлттық банк ипотекалық несиені секюритизациялау жүйесін жаңғыртуды ұсынады. 2000 жылдардағыдай бұл үшін ипотекалық облигациялар шығаратын компания құруға жетті дейді төраға. Ал ол екінші деңгейлі банктердің құрдымға кетпейтініне кепіл болмақ. Сонда банктерде несие берер еді, халыққа баспанада қолжетімді бола түсер еді. Баспана демекші президент үкіметке жаңа Нұрлы жер бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Ол жер мен баспанаға қатысты барлық бағдарламаларды тоғыстырады. Потребность населения в жилье остается довольно высокой. Мы можем дать этой проблеме совершенно новый импульс. Решение задачи обеспечения жильем населения требует новых комплексных подходов. Сразу хочу сказать, бесплатных денег нет, бесплатных кредитов нет. Квартиру могут рассчитывать иметь только те, кто работает, зарабатывает и каждый месяц могут платить процентные ставки банку, могут рассчитаться за свою квартиру. В этой связи правительству разработать единую программу жилищного строительства Нұрлы жер теперь. Был Нұрлы жол у нас, Нұрлы жер. Президент халыққа жеңілдік ретінде ипотекалық несие үстемақысын 2 есеге дейін төмендетуді тапсырды. Тегін үлестірілетін 10 соттық жер тақырыбы да ұмыт қалмады. Президент инфрақұрылым тартылмаған болса, жер берілмейтінін қадап айтты. Теперь требует давайте этих 10 соток. Если их начинать сейчас раздавать просто так, в степи, ну, Казахстан, идите вон, Жезказган, в степь, выйдите и начинайте строить. И что из этого будет? Там нет дороги, там нет света, там нет воды, там нет тепла. То есть так нельзя давать.
Если будем давать, то надо подвести коммуникации, подготовить землю. Надо сказать, вот теперь стройте, вот вам 10 соток ваших. Мемлекет басшысы дағдарысқа қарсы бағдарламаларды аяқтап, жаңа міндеттерге кірісетін уақыт келді деді. Осыған орай нақты жұмыс жоспарын ұсынды. Жаңадан жасақталатын үкіметтің атқарар істері ауқымды болары анық. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай кәсіпкерлікті ынталандыру және жұмыспен қамтамасыз ету басты назарға алынбақ. Экономиканы әртараптандырып, макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуде күн тәртібінен түспейді. Ләйлә Қызяқбарова, Нұржан Махмутов, Астана телеарнасы.